Баршаңызға сәлем. Өмір бойы адамдар бір-бірімен жарысады. Біздің табиғатымыз сондай. Әрқайсымыз бәсекелестерімізді артта қалдырып, әрқашан бірінші болғымыз келеді. Мүмкін біздің біріншілікке деген табиғи сүйіспеншілігіміз үшін көпшілігіміз әртүрлі жарыстарға қатысуды ұнатамыз. Олардың кейбіреулері жұмсақ, таңқаларлық, тіпті өмірге қауіп төндіреді. Қытайдағы омарташылар жыл сайын өз араларын босатып, арадан киім пайда болғанға дейін бастан аяғына дейін жабысатын жәндіктерді көптеп тарту үшін жарысады. Гиннес кітабы рекордының иесі шамамен 39 килограмм араны, яғни 350 мың дана араны тартқан. Олар қорғаныс киімінсіз бәсекелеседі. Экстремалды үтіктеу бүкіл әлемнің командаларын қызықтырады. Адамдар Еуропаға үтіктерін ұстап ұшып барады. Онда футболкалардан бастап, ең жақсы жібекке дейінгі барлық заттарды үтіктеуге тура келеді. Олар жоғары жылдамдықпен келе жатқан көлікте немесе ағашта байланып тұрып үтіктеу қажет. Қолтырауынмен күрес семинолдық үндістердің тірі қолтырауынды аулау және олардың лагеріне тамақ ретінде тасымалдау үшін қолданған техникасынан пайда болды. Енді бұл акция балуандар мүшелікке жарна ретінде $250 төлейтін қызықты спорттық жарысқа айналды. Бұл күрестің жануарларға зиян тигізбейтін қатаң ережелері бар. Бұл жарыс ең экстремалды спартандық кедергілер бағыты 7 сағатқа созылуы мүмкін. Қатысу ақысы шамамен $300 құрайды. Сынақтар әрдайым өзгеріп отырады. Балшықпен жүру керек. Содан кейін тікенек сымдар, ауыл шаруашылық жұмыстарын жүргізу, жүк артылған арбаны қалың батпақ арқылы жылжыту керек. Қатысушылардың 90%-ға жуығы мәреге жетпей жарысты тоқтатады. Дорсет округінде жыл сайын қалақай жегіштер жарысады. Мақсат осы шөпті мүмкіндігінше көбірек жеу. Көптеген қатысушылар құсады. 2014 жылғы чемпион 24 метрлік қалақай сабағының жапырақтарын жиі алды. Қатысу үшін ақы бар және жеңімпаз 100 фунт стерлинг алады. Кез келген адам мұны толыққанды спорт түрі ретінде қабылдамайды. Бүкіл әлемдік эскимо ойындарында пул турнирлері бар. Қатысушылар әр жазда Аляскада жиналады. Бұл ақылға қонымсыз болып көрінгенімен өте танымал. Қатысушылар мықты нейлон арқанын пайдаланады. Әр жарыс ойыншыларға жаңа жарақаттар әкеледі. Ұлыбританияда ерекше байқау 1267 жылдан бері өткізіліп келеді. Оны жеңу үшін сіз ең ерекше қылып түріңізді қисайтуыңыз керек. Тірі жеңімпаздардың ішіндегі ең танымалысы Томми Мэттисон. Ол турнирде 11 рет жеңіске жетті. Алдымен 1986-87 жылдары, содан кейін 1999 жылдан 2008 жылға дейін. Мұндай жеңістер сериясы оған тіпті Гиннестің рекордтар кітабынан орын алды. Сіздің ойыңызша, мұндай жарыс баланың ісі секілді ме? Спорттың бұл түрі күн өткен сайын танымал болып келеді. Резеңке үйректерді ұшырудың ең үлкен чемпионаты Сингапурда өтті. Мұндағы байқауда жеңіске жету лотерея ұтып алғанмен бірдей. Сізге үйрек сатып алып, оған тағдырдың күлімсіреуін күте отырып өз атыңызды жазу керек. Төреші белгі береді. Және барлық жиналған ойыншықтар үлкен ағынмен суға лақтырылады. Үйрек балапандар ағынмен бірге жүзеді. Жарысқа тек ақымақтар қатысады деп ойлайсыз ба? Бірақ жеңімпаз үшін басты сыйлық $1 миллион. Мұндай күрестің тағы бір атауы тоу рестлинг.
Сіз армрестлинг туралы көп естіген боларсыз. Онда ұрыс шынтақпен жүреді. Бірақ тау рестлингке қатысушылар аяқтарын қысады. Ол үшін қарсыластар бір-біріне қарама-қарсы отырып, аяқтарын созып, бас бармақтары бекітіледі. Ұрыс басталды. Таңқаларлығы, бұл спорт түрі бұрыннан бар. Ол бойынша чемпионаттар 1970 жылдан бері өткізіліп келеді. 2010 жылы 44 жастағы Ален Нэш чемпион болды. Рас, ол өзінің құпия қаруын көмекке шақырды. Аяғының адам төзгісіз иісі. Олар бұл сасық иіске бірде-бір жау шыдамайды дейді. Чемпионның өзі аяқтарының осындай пайдалы қасиет үшін жиіркенішті лақап атын алды. Бала кезінен бәрі осы қарапайым ойынды ойнаған болуы керек. 2002 жылдан бастап кейбір энтузиастар оны толыққанды спорт түрі деп санайтынын аз адам біледі. Тіпті тас, қағаз қайшы федерациясы бар. Әлемдік чемпионаттар жыл сайын оның қолдауымен өткізіледі. 2009 жылы бұл жарыс Торонто қаласында өтті. Тим Кондор жеңімпаз атанды. Ол өзінің құрметті атағынан басқа $50,000 чекті алды. Бұл ойынға арналған чемпионаттар өте танымал. Бұған бұқаралық ақпараттар құралдары да, демеушілер де мүдделі. Олардың ішіндегі ең танымалы Yahoo. Италияда жыл сайын қан соратын жәндіктерді кім ең көп жоятын туралы жарысады. Жарыс Саннадзаро Сезия қаласында өтеді. Қатысушыларға жарыс ережелерімен бекітілген арнайы шыбын өлтіргіш береді. Масаларды ұнатпайтынын дәлелдеу үшін спортшыларға тек 10 минут уақыт беріледі. Ең бастысы оны өлтіріп беріліп кетпеу керек. Өйткені сіз жәндіктердің өлігін жинап алуыңыз қажет. Өйткені жеңімпазды олардың саны анықтайды. Жарыс балалардың көңіл көтеруіне ұқсас. Бірақ сыйлықтар үлкен адамдарға арналған. 3 финалистің әрқайсысына жойылған қансорғыш үшін €10 төленеді. Ал видео қызықты әрі пайдалы болса, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ал жаңа видеоларымызды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыз.